Өт айдайтын шөптік дәрінің бірі ол халасас. Бүгін сіздерге халасас, сонымен қатар дәрілік шөптердің өт жолдарына қалай әсер етуі туралы біраз мағлұмат айтайын. Видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Жалпы халасас бұл итмұрын жемісінің сығындысы. Халық медицинасында халасасты әртүрлі атаулармен де шығады. Ол холос, холемакс әртүрлі атаулармен шығарылады. Негізгі әсері ол өт пен өт қышқылдарының түзілуіне қатысады. Оның өт қышқылдарын түзуге әсері ол құрамындағы аскорбин қышқылына, П дәруменіне, каротинге және итмұрын сығындысына байланысты. Препараттың булы қасиеті жоқ. Өт айдаудан бөлек препарат гепатоциттердің қызметін жақсартады. Гепатоциттер дегеніміз ол бауыр жасушалары. Сонымен қатар құрамындағы итмұрын сығындысы иммунитетті көтереді. Халасасты қолдану үлкен қасықпен ересектерге 3 мезгіл, кіші қасықпен балаларға 3 мезгіл. Препаратты сыртқы қорапшасына қарап, құрамын, сақталу мерзімін, қанша градуста сақталыну керек екенін бәрін көруімізге болады. Ас қорыту жүйесінің бұзылуы қазіргі таңда ересектермен қатар жастар арасында да көбейіп жатыр. Ол бауыр түсінің ауруы, тамақ жеп болғаннан кейінгі қыжыл, сонымен қатар жүрек айну. Сонымен қатар ауызда ащы дәмнің болуы, ауыздан жаман иістің шығуы. Осы аталған симптомдар сізде байқалған болса, онда өз дәрігеріңіздің консультациясына жүгінгеніңіз жөн. Дәрігердің кеңесінен бөлек, осындай шөптік өт айдайтын дәрілік заттарды өзіңіз үй жағдайында қолдансаңыз болады. Әрине, холецистит, өт тас ауру сияқты күрделі ауруларды медициналық мекемелерде қаралғаныңыз жөн. Ал өт айдайтын препараттарды кімдерге қолданбау керек, соны да айта кетейік. Осы егер сізде өт тас ауруы болса, өткір фазадағы панкреатитіңіз болса, немесе асқазаныңызда жара болса, бауыр ауыратын болса, яғни гепатиттер, сонымен қатар бауыр уланған кезде өт айдаушы препараттарды қолданбайсыз. Жалпы өт дегеніміз не, өт сөлі дегеніміз не, соны да айта кетейікші. Енді өт сөлі дегеніміз не? Өт сөлі дегеніміз ол бауыр жасушалары өзінен бөліп шығаратын қоңырқай сары түсті ащы сұйықтық. Өттің қызметі осы асқазанымыздағы қорытылған заттарды ішекке қарай ауыстырып беру. Ұйқы безіне кері әсер ететін пепсин деген затты бейтараптау, яғни оны улылығын төмендету. Астың жеңіл қорытылуы үшін ферменттердің әсерін күшейтіп береді. Өт қабында өттің іркіліп қалуы ол әртүрлі себептерге байланысты. Ол уақытында тамақтанбау, майлы тағамды көп жеу және дәрілік заттар мен ішімдіктерді көп ішу. Профилактика жағдайында осы халасас препаратын жылына 1 рет қолдансаңыз болады. Тағы да сізге осы ағзадағы іш құрылысы туралы және оларға әсер ететін дәрілік заттар туралы қызықтырса, каналға тіркеліп кетіңіз.